Ассалаумағалейкум, құрметті достар, есімім Қайыржанов Диас. Бұл видеода сіздерге жасанды интеллект бойынша қалай 3D роликтар, 3D анимациялар, кинода істейтін VFX-тердің бір соның шамасындағы видеоларды қалай істеу керек екенін көрсетемін. Бірақ басынан айтып кететін зат, жақсы сапада, жақсы динамикамен, жақсы анимациямен істеу үшін сіз бұл жасанды интеллекттердің подпискасын алу керек боласыз. Мен мысалы екі жасанды интеллект подпискасын алдым. Сразу айтып қояйын, ол жерде көп ақша кетпейді, бірақ сіз біршама видеолар шығара аласыз. Так, кеттік ал. Жалпы бұл жерде біз ең бірінші қарастыратын заттар, бұл жерде бізде 3 жасанды интеллект керек болады. Жалпы менің қолданатын біріншісі ол самый базовый, ол ChatGPT. ChatGPT-да менде подписка бар. Айлық подпискасы бір 10 000 теңге тұрады. 10 000 теңге алдым, қолданып жүргеніме бір 2 ай болды. Бұл жерде сіз ең промпт кезінде қолданатын преимуществосы шексіз фотолар жібере берсеңіз болады. Мен мысалы жаңағы қоятын анимациям скрин жіберем. Сол скрин жіберген кезде промпт жазып берсем, ол жазып бере салады мысалы. ChatGPT деген қолданатын бізде менде Nano Banana чисто фото жасайтын жасанды интеллект. Можно текст арқылы жасауға, можно референс жіберіп, и сонымен жасауға да болады. Сосын соңғысы фотодан видео шығаратын бізде Kling AI деген жасанды интеллект. Негізі түрлері көп. Google Veo 3 деген түрі бар, Sora 2 деген түрі бар, тағы да басқа түрлері көп. Мен бұл жолы Kling AI деген интеллектті қолдандым және қолданғаныма өкінбеймін. Ал енді толығырақ қалай қолданатынын бәрін көрсетіп кетейін. Менде жалпы задача мынандай. Менде мысалы дроннан түсірілген бос участоктың видеосы бар. Сол видеодан мен скрин жасап аламын осылай. Мынау негізі дрон же, дрон бүйтіп ұшады, дрон негізі арғай жылжып ұшады. И маған бүкіл участокты көрсететін видео керек болды. Бұл жерде участоктың бірінші линиясында осылай былай 1 2 3 4 5 6 7 8 аяқта, и бірінші линиясының аяқ жағында 1 2 3 4 5 6 7 8. Мына жақта 8, мына жақта 8 негізі үйлер тұрады. Соның маған анимациясын істеу керек болды. Сондықтан ең бірінші мен дроннан түсірген видеоның скрин жасап алдым. Скрин жасап алдым да келесі ChatGPT-ге кіресің, жаңағы менің салғанымды добавить етем да, и жазам: привет, ChatGPT, напиши мне промпт для этого фото, чтобы там появились дома на первой линии, с правой стороны и с левой стороны по 8 участков и коттеджные городки, и люди, чтобы тоже были машины и оживленные улицы. Осылай жазам, одан кейін загрузка болады. Просто жібере саламын мен. Ол көреді жаңағы, фотоны көреді да, и ол маған промпт жазып береді. Негізі мен жасаған кезде бұл жерде мен айтқан Nano Bananaға промпт жазып бер, Kling AI-ға промпт жазып бер, сол кезде жазып береді, короче. Ол жерде өзінің структуралары бар ғой. Мысалы, Nano Banana'да сіз просто бір промпт болды, короче. Ал Kling AI-да сіз основной промпт бар, одан кейін қалай камера қолдану керек, motion control промпт бар, одан кейін sound эффект, звук қандай болу, соны тоже істейсіз, короче. Сол жерге промпт жазып керек болады. Мына жерде мысалы ұзақ жазылады. Негізі бұған дейін жазғандардың арасында көрсете салайын сразу. И ол маған Nano Bananaға осылай промпт жазып берген. Сосын скопировать жасайсыз да, Nano Bananaға кіресіз, жаңағы скриніңізді саласыз, и одан кейін жаңа промптыңызды мына жерге копи-пастпен қоясыз. Мен осы промптты мына жерден көріп, скрин жасап көшіріп алсаңыздар болады. Загрузка етеді, одан кейін Generate Now-ды басасыз, и сіз осы жерден сізге жаңағы фотоны шығарып береді. Жалпы подписка бойынша ChatGPT айттым, 10 000 теңге деп. Nano Banana'да бұл жерде бізде мен просто эксперимент ретінде көру үшін базовый версиясын сатып алдым. $15 алдым, 150 кредит береді. Әр фото жасау үшін как минимум 2 кредит кетеді. 75 промптпен фото жасай аласыз. Неге мен ChatGPT-де фото жасамаймын? Өйткені мен ChatGPT-де жасасам, мен оған айтам, осындай фотоға, осындай пустой участокқа қойып берсем, ол бүкіл участоктың әр жағындағы объектілерді, участоктың өзін бычыт қылып өзгертіп тастайды. Біріншіден, екіншіден, ол жерде өзгертіп тастағаны бір бөлек, андай мультяшный, мультик сияқты қылып, размазанный қылдырып тастайды. Ал Nano Banana'ның біріншілігі, оған сен айтасың, оригиналда сақта, тек объектіні ғана қос десең, фотоны тура оригинал қылып сақтайды. Жаңа қос деген объекті ғана қосады болды. Сонысы жақсы. Сол үшін мен Nano Banana'ны сатып алдым. Менде бірнеше варианттар шықты. Мысалы, мынандай вариант шықты. Осылай күшті вариант шықты. Мынаның бәрін ешқайсысын өзгерткен жоқ. Бас жағын, сол жағын ешқайсысын өзгерткен жоқ. Күшті болды. Ең дұрысы. Одан кейін жерде 3 4 5 6 7 8 8 дейді. Басында мен салған кезде 6 салды, бір жағына 5, бір жағына 8 салды, бір түрлі опсады. Ал ең соңғысынан 3-шісі ма сондай да, осылай салып берді маған. Оживленная улица, адамдар, балалар ойнап жатыр, машиналар тұр, кәдімгі заборлар тұр, кәдімгідей коттеджный городок сияқты да. И одан кейін мысалы 8-8-ден мына жаққа істеп берді маған. Сақтап аласыз өзіңіздің компьютеріңізға. Сақтап алғаннан кейін тұрасыз да Kling AI-ді ашасыз. Kling AI осылай ашылады сізде. Осы видео деген кіресіз. Одан кейін
image to video деген кіресіз. Фотодан видео жасау деген сөз бұл жерде. Негізі бұл жерде тоже тексттен видео жасау деген бар, мульти-элементс деген бар, неше түрлі андай. Адам түрін қоя аласыз, одан кейін определенный объектілердің фотоларын сала аласыз, сол пром жасауға болады. Бізге керегі бұл жерде image to video. Енді бұл жерде бізде жаңағы объекттің появление шығу үшін, оның анимация шығу үшін ең басты жаңағы скрин жасаған пустой участок қоясыз. И соңына мына жерге end дегенге жаңағы бананадан шыққан уже готовый, уже коттеджде тұрған адамдар тұрған фотоны қоясыз. Стартты басасыз да, жаңағы өзіңіздің снимок экраныңызды ашасыз. Міне мысалы қараңызшы, менде видео 2.1 мастер деп тұр да. Ол жерде деңгейлері ғой, мысалы самый мощный мына жерде мысалы видео 2.5 турбо, ол жаңа версиясы деңгей бойынша тұр да. Мысалы мен 2.1 мастерге қойсам, мен соңына фото қоя алмаймын. 2.1-ге қойсам, мен соңына жаңа екінші фотоны қоя аламын. Екінші фотоны қою үшін жаңағы крем, жаңағы фотоны тауып аламын и тоже ашамын. Енді жаңа ChatGPT-ге кіремін де Kling AI-ға промпт жазамын. То же самое жаңағы бананадан шыққан фотоны саласыз да. Осылай маған енді появление шығу үшін, адамдар оживленный болу үшін маған Kling AI-ға промпт жазып бер. Ол жерде motion control бар, ол жерде sound эффект бар, бәрін учитывай деген сияқты. Солай жазасыздар, мен мына жерде бар. Короче, я сделал первое фото, это скрин от съемок дрома. Второе, это сделал с бананом. Хочу теперь Kling AI сделать это появление домов. Напишите мне промпт, как вы хотите сделать. Например, ол маған бірінші орысша жазып берді, орысшасы болмады, келмеді. Одан кейін ағылшынша, негізі ағылшынша жазған дұрыс ше. Самый лучший вариант ағылшынша кішкене дұрыс шығарып береді. Ол маған мысалы ағылшынша вариантын шығарып берді. И одан кейін мен айттым, motion control бар, sound effect бар, и одан кейін negative prompt деген бар, короче. Ол negative prompt деген, ол жерде сіз айтасыз, маған мультяшный қылдырма, зернистый қылдырма деп қандай қылдырмау керек заттар бар, минус жақтары бар промпттың, соны айту керек. Мысалы, маған андай қылдырма, андай қылдырма, андай қылдырма. Сөйтіп айтасыз. Соның бәрін салдым. Одан кейін салғаннан кейін коперт етесіз. Мына жаққа саласыз. Одан кейін motion control, мысалы motion control салынбайды, мысалы 2.1-де, ол 1.6-да ғана бар. Sound effect, мысалы sound effect қандай болу керек? Андай появление домовтың звуктары, андай қабырға жүрген звуктары, машинаның звуктары, music деген ол жаңағы қандай музыка болу керек деген. Мен негізі sound effect просто қоя саламын, короче. Ойланбаймын да, ChatGPT не салдым, соны sound effect басып саламын да и generate басамын. Бұл жерде Kling AI-да жалпы пакеттер бойынша мен мынандай нәрсе алдым. План дегенді бастында айға қарадым да и стандартный алдым. $8 стандартный алдым. $8 деген примерно бір 5000 теңге ғой, короче. Сізге 660 кредит беріледі. Ал бір видеоның кредиті примерно бір 660 кредиттен сіз 18 видео шығара аласыз. Мысалы мен алдында проектте 10 видео жасау үшін, 10 видеоның бәрін емес қой, видите, бір анимация жасау үшін бірнеше рет істеу керек болады, кейде тупить етеді, кейде істемей қалады. Соның бәріне жеттім, мысалы 10 видеоға мен істеуге анимацияға. Если одан да көп керек болсаңыз, жаңа $15 ультра дегенді алсаңыз болады. В общем, саласыз осылай бәрін. И одан кейін сіз тыңқ деп generate басасыз, и примерно бір 15 минуттың ішінде сізге генерацияны істеп береді. Мен өзімнің істегенін көрсетейінші сіздерге. Мысалы, менің істегендердің арасында маған осылай істеп берді, мысалы. Басында. Көрдіңіз бе, мына жерде ең бірінші фотодан істеген кезде осылай шықты. Еще бұлар сізге 5 секунд істеп бере алады. Мысалы, бұл жерде настройкасынан айтып ұмытып кеттім ғой. Настройкасынан кірсеңіз, сіз мына жерде мысалы 5 секундтан істеп бер бір видеоны, либо 10 секундтық істеп бер деп айтсаңыз болады. И мына жерде бір видео істеп бер деп айтсаңыз болады. Мысалы, и 4 видео істеп берсеңіз, 4 видео 4 түрлі болады. Соның арасынан біреуін таңдап аласыз сразу ше. А мен біреуін ғана істедім. Ойладым, тек біреуі шықса сразу басқаларына кредит қылып қойын деп. Мысалы, 4-еуі салсаңыз, сіз сразу 4-еуінің ақшасын сразу төлейсіз, көрдіңіз бе, кредитін. Уақыт жағынан 5 секунд жетеді. Если что, жетпей жатса, мен жаңағы монтажный программада за миллионы қоя саламын. Проблема жоқ бұда. Енді қараңыздар, мынандай шықты. Жаңа бірінші фото дұрыс болмады менде же, сол фотомен просто эксперимент ретінде жасай салдым. А так нормально шығарып берді. Келесісінде уже ол фотосы да дұрыс. Көрдіңіз бе? Уже мен motion контрольді қостым. Андай движение вперед, как дрон ретінде. Уже машина жүріп жатыр, и звук да басқаша. Бірақ бұның арасында бұл тоже жаңағы 5 дом тұрды, 8 домдық керек болды маған фотосын. И соңғысында осы дұрыс фотомен осылай істедім, мысалы. Міне, осылай істедім. Меніңше әдемі. Еще 5 минут, 10 минут ішіндегі осындай результат істеп берді деген, ол 5 нәрсе негізі. Солай істедім, и одан кейін мен монтажный программада, мен DaVinci-да істеймін, ол жерде мен звуковой эффекттер қостым. Телефонда істесеңіз болады, без проблем ше. Звуковой эффекттер андай шығып жатқан, домдардың, стройканың дыбыстары тық-тық-тық деген, адамдар жүргені, шулағаны, машина дыбыстарын қостым да, и эффект больше становится, прям күшті эффект шықты, короче. Процесс негізі осылай жүреді. И одан кейін сіз скачать етесіз, монтажды программаңыз просто ретінде саласыз, короче. Бұл жерде мысалы алдыңызда скачать еткен кезде
мына жерде қараңыз, without watermark деп тұр. Watermark деген жаңағы мына жердегі несі ғой, эмблемасы ғой, Kling A деген эмблемасы. Сіз бұны өшіп тастасаңыз, жаңағы эмблемасын бірге скачать етіледі. А если қоссаңыз, эмблемасыз скачать етіледі, как оригинал видео ретінде. Бесплатный версиясында сізге, по-моему, подарыққа какой-то бір кредиттер береді. Ол жерде незначительный, аз ғана. И еще сіз жаңағы деңгейлердің ең азын қолданасыз да. И еще скачать еткен кезде жаңағы эмблемасымен бірге скачать етіледі. Енді келесі видеоларда мен бүйттім, короче. Маған тоже пустой участок болды, мынандай. Үлкен участок, 2 гектар участок болды. Осы 2 гектар участокты бұл жерде, короче, бұл андай адамдарға тұруға емес, бұл жерде андай склад, завод, заправка, сондай заттар тұратын жер ғой. Енді маған айтады да, сөйлеп жатқан кезде бұл жерде неше түрлі пайда болсын дейді да. Сосын басында істеген кезде ChatGPT-ге салдым мен бұны. ChatGPT-ның артындағы басқа біреулердің желілерінің артындағы үйлерді полностью өзгертіп тастады. Сосын тұрдым да Nano Bananaға салдым. Nano Bananaға салғаннан кейін, Nano Banana істеді. Осы ең бірінші несін ол, мен тұрдым да, вау, күшті екен, артын өзгертпейді екен. Онда Nano Bananaның мен подпискасын сатып аламын деп өз-өзіме шешім қабылдадым да. Одан кейін мен промпт жаздым, промпт жазғаннан кейін маған осындай фотолар шығарып берді мысалы. Мына жерде уже склад шығатты, склад жасап берді. Одан кейін заправка істеп берді маған, аяқты өзгерткен жоқ, күшті болып тұр да. Одан кейін маған завод істеп берді. Көрдіңіз, аяқтың ешқайсысын өзгерткен жоқ. Завод істеп берді. Машиналар жүр, көрдіңіз, адамдар жүр. Завод істеп бергеннен кейін маған мысалы торговый центр істеп берді. Қарсы сауда орталығын осы кайф қой, нереально ғой. Істеп берді. Одан кейін басына мынандай торговый істеп берген, бірақ мына жерде форматы дұрыс болмай кетті да маған. Мен дұрыс қайтып промпт жазбадым. Сондықтан осылай не болды. Енді бұлардан то же самое ChatGPT жаздым, просто жібере салдым, ол маған промпт жазып берді. Если какой-то бір қателіктер болып жатса, фальштар болып жатса, мен тұрмында ChatGPT айттым, осылай фальш жасап жатыр, өзгертіп бер деп ше. Ол өзгертіп берді, мен қайтадан промптқа жібердім. Сөйтіп, короче, міне пустой участокта еще бұлар сөйлеп жатқан кезде бірінен соң бірі болу керек болды. Мысалы, менде ряд болды. Сөйлеп жатқан кезде бірінші складты айтамын, склад, онда бірінші стартқа жаңағы Kling A-ға пустой участок қоямын, одан кейін нені қоямын, складты қоямын. Складтан кейін заводты айтамын, онда мен что переход дұрыс болу үшін келесі видео Kling A-ға салған кезде мен пустой участокты салмаймын, мен сразу складты саламын. Складтың үстінен барып жаңағы завод пайда болу үшін. Сол кезде переход дұрыс болады. Монтаж жасап бір-біріне склеить еткен кезде переход дұрыс болады. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Мысалы, бірінші видеода осылай шықты, мысалы, тұрды да, бүйтіп склад пайда болды. Склад пайда болды. Бұл жерде даже 5 секундтың өзі ұзақ болды. Мен наоборот 5 секундтан қысқарттым оларды. Андай, наоборот тез-тез қылдырдым. Одан кейін қараңыз. Склад тұр уже, көрдіңіз бе? Склад тұр. Старт дегенге складтың скринін қойдым. Старт тұр. Көрдіңіз бе? Одан кейін қой, неге ауысты осындай? Логистик центрға ауысты. Түсіндіңіз ғой? Стартқа складтарды қойманы қойдым, одан кейін логистик центрді қойдым. Сол кезде бір үстіне переход дұрыс болды. Одан кейін келесінде то же самое. Логистик центрдан кейін менде не пайда болу керек, нәрсе пайда болу керек болды. Завод пайда болу керек болды. Көрдіңіз бе? Прям осы появление болу үшін, осы неондар пайда болу үшін мен негізі какой-то бір сверхъестественный андай миға қонымсыз промптар жазған жоқпын. Просто айта салдым, күшті анимация жасап берші деп ше. Доверился просто, оған сене салдым Kling A-ға. И маған осындай жасап берді ол, короче. Прям кайф қой. Кәдімгі Marvel'дағы сияқты істеп береді ғой, короче. Одан кейін завод тұр, заводтан кейін сразу заправкаға ауысты. Көрдіңіз бе? Енді соңында мен айттым, короче, заправкадан кейін үстінен прям шаңмен, андай спецэффекттермен торговый центр пайда болсыншы дедім, короче. И ол тұрды маған былай жасап береді, короче. Бум. Жоқтан ба, адамдар жүріп прям реально ғой. Просто адамдар кейде өтірік жүрген сияқты, ойыншық сияқты, бірақ қатты білінбейді ғой. В итоге мынандай видео шықты, короче. Телімін неге ірі бизнес алған екен түсіндіремін. Бұл жерде не орналастыруға болады? Логистикалық орталық, қойма кешендері, завод немесе цех, жанармай құю бекеті немесе сауда орталығы. Және бұл тек бастамасы ғана. Көрдіңіз бе? Еще мен өзімнің фык деген саунд эффекттерімді буф деген неше түрлі саунд эффекттерін қостым. Сол арқылы осындай видеолар пайда болды. Еще тағы бір қызық нәрсе болды, короче. Мен тұрдым да, Kling A-ді бастым да, сол жерге image to video емес, multi-elementsке, короче, тұрдым да өзімнің дронмен түсірген видеомды салып жүремін, короче. Видеода просто былай жүреді, короче, болды. ChatGPT-ге айттым, осы водопровод болу керек, астында соның анимациясын жасап берші деймін, короче. Мен тұрдым да сол промпт салдым да, Kling A-ға жібере салдым, Nano Bananaға салып, оны неткен жоқпын, короче. И тұрды да осындай жасап береді ғой маған, короче. Еще sound effects бар, судың дауысы, еще мынандай құбырлардың несі бар. Ема деп қалдым ғой, еще анандай свечение жасап береді ғой маған. Мен тұрмын да, ема, кайф қой, осыны қолданамын дедім. Осыны алды коттеджный городоктың көрсете салайын,
міне көрдіңіз ба қалай дауыстар бар? Су, тоқ, Көрдіңіз ба? газ. Осындай саунд эффекттер қолдандық. Все, басқа в принципе ештеңе жоқ. Міне осындай іс-әрекеттермен мен осы бір проекттен миллион теңге таптым. Бар болғаны бір ноутбукпен және жасанды интеллектпен. Егер сенде осындай табыс тапқың келсе, менде жабық телеграм каналы бар. Ол жерде мен нақты толық процесстерімді жасанды интеллект арқылы осы видеоны қалай жасайтынымды және жасап қана қоймай, оны қалай монетизацияға айналдыру керектігін, сонымен қатар арнайы мықты промпттарды, лайфхактарды және өзімнің жеке кеңестерімді айтатын боламын. Қосылғың келсе төмендегі сілтеме арқылы өтіп, анкета толтыр, немесе мен жеке байланысқа шығамын. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздер де өздеріңіздің ойларыңыздағы идеяларды, осындай керемет туындыларды осылай ChatGPT-дің арқасында, осы жасанды интеллекттің арқасында шығарып, әлемге танытасыздар деген ойдамын. Сіздерге көмектесе алсам, менің осы YouTube каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Лайк басып, қолдап, комментарий жазып, келесіде қандай видео шығару керек, қандай заттар сізге қызық, соны жазып кетсеңіздер, қуана соны түсіремін. Бұл YouTube каналында менде техникаға байланысты, видеосъемкаға байланысты, монтажға байланысты әртүрлі пайдалы видеолар шығып тұрады. Сонымен қатар Инстаграмда да менде әртүрлі съемкаға байланысты, монтажға байланысты сондай видеолар шығып тұрады. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.